Абай облысы, Мақаншы ауданы, Қаратал ауылына қарасты Бұғыбай ауылы. Яғни бұл Бұғыбай ауылында 49 жылдық арендаға берілген жерді бізде мына Қытайларға беріп жатыр екен. Бұл Қытайлар қазір бізге мына жерге жер жаңғақ егеміз деді, борми егеміз деді, және құдық су қазамыз дейді. Және мына жерге қашар салып мал бордақлаймыз дейді. Көп бас сиыр бордақлаймыз дейді. Сонда біз Бұғыбай ауылының тұрғындары, біз мұнда тек қана малмен отырған адамыз, мал арқылы күн көріп отырған адамыз. Сонда біздің малымыз қайда жайылады? Құрметті Қасым-Жомарт Тоқаев Кемелұлы, сіз біздің үндеуімізді тыңдаңыз. Мынау Бұғыбай ауылының тұрғындары міне. Майра апай, сіз де айтыңыз. Қытайға беріп қойып, біз шөпті өзіміз сатып аламыз. Сонда бұл қалай болғаны? Мына Қытайларға сондай заң бар ма? Мынандай шабындық жер, жайылымдық жерді жыртуға болады. Жаңағыдай борми егет деген немене сондай заң бар ма? Соны айтыңыздаршы. Қайда қарап отырсыздар жоғары жақтағы құрметті ағалар? Біз өзімізге чабуға жер бермейді, жыртуға неметкен жер бермейді. Қайдады қанкеймді Қытайларға жер беріп қояды. Біз қарсымыз. Мына ауылдың жарты тұрғындары әлі жиналамыз. Біз қарсымыз. Қарсымыз. Кетсін Қытайлардың барлығы кетсін. Қарсымыз. Кетсін бұл жерден, кетсін барлығы. Апаларымыз келе алмай жатыр қайтарып. Мынау сұмдық қой, мынау малмен ғана күн көріп отырған адамыз біз. Құдық қазса судан да айырыламыз ғой, ішіп отырған ауыз суымыз бар. Су жоқ. Бір 20 шақты, 30 шақты ғана үйіміз мына жерде отырған. 30-ақ шақты ғана үйіміз біз. Малмен отырған ауыл. Бәріміз малмен отырмыз. Бәрін жинап жатыр. Көп қой. Бір ауыз сөздері жоқ. Біз мына Бұғыбай ауылы дегеніміз, мына Бақты кеденіне қарасты шекаралық аймақпыз. Шекаралық аймақтағы ауылды керісінше құртып жатыр ғой, дамытқанның орнына. Сұмдық қой мынау деген. Қытайлар, міне таза Қытайлар басып міне жатыр, міне егін еккен жатырмыз деп. Жүктерін түсіріп, міне бір машина мінгендер міне. Бұл деген қай басынғандары? Кезінде кіре алмаймыз ғой бар. Мыналарың бізге көріп жүр ғой. Кезінде ата-бабаларымыз осыған қанын беріп, жанын беріп алған жерді біз не үшін Қытайға береміз? Не бір ауыз бізге келісім айтқанда жоқ. Осындай ауыл әкімі де, аудан әкімі де бізге ескерткен жоқ. Сұмдық қой мынау деген. Әкетті Қытайларды кіргізіп жатыр. Сұмдық қой мынау деген. Ертең бізді келіп Қытай келіп қырық етіп жүрмесін. Малдың бәріне, қаламдарына шөп, дәрі сеуіп, малдың бәрі қырылса қайтеміз де. Сол дәрі егет дейді, ертең бұл кісілер шөп, борми екке деген дәрі шашады дейді. Айналдырған 10 шақты сиырымыз өлсе, бізді кім асырайды сонда? Бала шағамыз не болады біздің? Болашақта қайтқанбағанымызды білмейміз бе? Құрметті жоғары жақтағы ағалар, мынау біздің үндеуімізге құлақ салып назар аударыңыздар. Нәтижесін жасаңыздар.